Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода тізе буын ауруларын үй жағдайында қолжетімді заттармен тез әрі оңай емдеу жолдарымен бөлісемін. Ең алдымен каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Тізенің ауруына бірнеше жағдайлар себеп болады. Атап айтқанда, жарақат алғанда және бұлшықет созылғанда, тізе шығып кеткенде, жартылай тайғанда, аяқ сынғанда тізе ауырады. Ауруды уақытылы емдетпесе, созылмалы ауруға ұласуы мүмкін. Тізенің буыны шығып кеткенде, тізеңіздің іскенін байқайсыз. Егер тізені бүккен уақытта сықырлап ауыратын болса, онда сізге минералды заттар жетіспейді. Артроз бен артрит көбінесе 50 жастан асқандарда жиі кездеседі. Бұл алдымен тізенің жұмысын тежейді. Аяқтың буынының қақсап, сырқырап ауруына келеді. Салдарынан жүріп тұру қиынға соғады. Сөз байлану. Егер аяғыңыздың тізеден төмен түсі ауыратын болса, онда ағзада несеп қышқылының көбейгендігінің белгісі. Дереу тексеруден өтіп, арнайы ем қабылдаңыз. Бұл дерттен құтылу үшін мына 3 әдісті қолданып көріңіз. Бірінші әдіс. Тізеңіздің айналасы ісініп, ауыра бастаса, сарымсақ майының көмегіне жүгініңіз. Ол үшін 300-400 грамм сарымсақты қабығынан тазартып, блендермен ұсақтаңыз. Үгіндіні 1 литрлік шыны банкеге салып, үстіне өсімдік майын құясыз. Ыдысты күн тимейтін жерге қойып, күнде 1-2 рет қозғап қойыңыз. Шамамен 2 аптадан соң езбені 4 қабатталған дәкемен сүзіп аласыз. Дайын болған сарымсақ майын тізеңіздің айналасына сіңдіріп жағасыз. Тіпті аяғыңыздың ауыратын тұстарына да жағуға болады. Біркелкі етіп жағып болған соң сыртын пленкамен орайсыз. Оның сыртынан жылы орамал байлау керек. Емді түнде жатар уақытта жүргізесіз. Осылайша таңға дейін жату керек. Бұл емді 1 рет жасағаннан ақ оң нәтижесін байқайсыз. Екінші әдіс. Ол үшін 3 ас қасық мейіз, 4 ас қасық желатин, 2 ас қасық асқабақ дәні, 200 мл бал, 4 ас қасық күнжіт, 8 ас қасық зығыр дәні қажет. Дайындалу тәсілі. Алдымен дәндерді бір ыдысқа саламыз. Оны блендердің көмегімен жақсылап ұнтақтайсыз. Оған мейіз, желатин, күнжіт және бал қосып, тағы да блендермен араластырыңыз. Біркелкі қоймалы жың болған кезде шыны ыдысқа салып, қақпағын мықтап жабасыз. Бұл ыдысты тоңазытқышта сақтау керек. Дайын болған емдік қоспаны күніне 2 рет таңертең аш қарынға және түскі тамақтан алдын 1 ас қасықтан қабылдайсыз. 1 аптадан соң ақ оң нәтижесіне көз жеткізесіз. Бұл қоспа тізенің қақсағанын басады, сіңірдің ауырғаны жазылып, қуаттанады, буынның жұмысы жақсарады, зат алмасу реттеледі. Үшінші әдіс. Буын аурулар кезінде тізесіп кеткен жағдайда 5 жұмыртқаның сарысын алып, оған 1 шай қасықпен жылқы майын араластырып, кәдімгі шүберекпен бетіне жағып, аяққа қойып, сыртын целлофанмен орап тастау керек. Бұл емдік процедураны 5 күн ғана жасаған жөн. Әйтпесе, жылқының майы сүйекті ерітіп жібереді. Компрессті 5 күннен артық ұстауға болмайды. Қойдың құйрық майын жұқалап кесіп, ауырған тізені орап тастайды. Осы амалдар арқылы тізе ауруларынан аз күннің ішінде айығуға болады. Ауырмаңыздар достар, ем болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.